Эдгар Аллан По. Қара мысық. Мен ерте үйлендім. Бақытым жанып, жарымның мінез-құлқы да өзім сияқты болды. Үй хайуанаттарын жақсы көретінімді байқаған ол, реті келгенде менің көңілімді аулап, қолдап отырды. Біздің үйімізде құстар, алтын балықтар, асыл тұқымды иттер, үй қояндары, маймыл мен мысық өсірілетін. Мысық аса ірі, әдемі, бармақтай аласы жоқ, шым қара әрі керемет ақылды болатын. Ол жөнінде сөз болғанында, табиғатында ырымшыл менің әйелім қара мысықты қашанда құбылмалы пері санайтын, халықтың ескіден келе жатқан ұғымын ишарат ететін. Әрине, оны ол әзіл деп айтатын. Ал мен болсам, оны осындай бір сәті келіп отырғандықтан да бастан аяқ баяндап беруге ұйғардым. Плутонды мысық солайша аталатын. Мен айрықша тәуір көруші едім. Онымен үнемі ойнаушы едім. Оған әрқашан өзім тамақ беретінмін. Ол үйде жүрсем, менің ізімнен екелі қалмайтын. Тіпті көшеге шықсам, соңымнан ілесе шығатын. Үйге тастап кетуге қаншама әлек болушы едім. Біздің достығымыз талай жылға созылды. Бұл екі арада әзәзіл жын шайтанның азғыруымен менің мінез құлқым, ұяттан жүзім күйсе де мойындауға мәжбүрмін. Мінез құлқым бұзылды. Күннен күнге көңіл күйім кетіп, тұнжырап, ашушаң, айналадағыларға селт етпейтін енжар бола бастадым. Мен әйеліме зекіп айқайлатынды шығардым. Ақыры оған тіпті қол көтеретін де болдым. Бұл өзгерісті менің жақсы көретін жан-жануарларым да сезе бастады. Мен көңіл бөлуді қойғаным былай тұрсын, тіпті оларға зәбір көрсететін де болдым. Алайда Плутон дегенде өзгеше қараушы едім. Кейде әлде қалай еркелеп қасыма келсе, немесе мүләйімсіп көзіме түсе қалса, үй қояндарын, маймылды, тіпті итті ойланбай-ақ зәбірлейтінім сияқты, мен оған әсте тимеуші едім. Бірақ менің бойымдағы дерт асқына берді, ал ішімдікке құштарлықтан асқан сұмдық дерт жоқ. Ақыры қартайып, енді ызашыл бола бастаған Плутон да менің дөрекі мінезімнен қасірет шеге бастады. Бірде өзім жақсы көретін кабакта болып, той ашып, түнде кеш оралдым. Күндізгідей емес, мысығым жаныма жоламай қашқалақтай берген сияқты көрінді. Мен оны ұстап алдым. Дөрекілігімнен қорқып, онша қатты болмаса да, ол қолымды тістеп алып қанатып қойды. Сол кезде менің ызам келіп, өз-өзімді ұстай алмай кеттім. Ашуланғаным соншалық, тіпті кеудеме демім сыймайды. Жыным ұстап, тұла бойымды керемет кек кернеді. Мен бешпетімнің қалтасынан бәкімді алып, тілін аштым да, мысықтың алқымынан қылқындырып, қысып ұстап тұрып, бір көзін ойып алдым.